Ауылдағы пысық келіншектің бірі Мәрзия. Таң атпай сиырларын сауып, майын шайқап құртын жайып, күнделікті тіршілігін иіріп, сол еңбегімен күнделікті нәпақасын тауып отыр. Қолында жасы келген енесі де бар, оның да бабын табу Мәрзияның мойнында. Күйеуі Бейсен аудан орталығындағы базарда көліктердің құралдарын сататын саудагер. Ерлі зайыптылардың бір ұлы, бір қызы бар. Мектеп жасындағы жасөспірімдер. Таң ата қаймағын тартып келген келіншек үй ішіне ыстық нан мен шайын бере бастады. Енесінің тәбеті болмай бір-екі кесе шайды зорға ішіп, әдеттенідей төсегіне жантая кетті. Үй шаруасын ретке келтіріп, күн ысымай енесінің дәрілерін алып келуге Мәрзия қалаға шықты. Күн жарқырап, машинада қойылған әдемі әуенде көңілге жайлы. Таксист көршілері Алтынбек пен жұбайы Сәуле де атпай қалаға шаруалармен қалаға шыққан. Сәуле мен Мәрзияның әңгімелері жарасып, жолда қысқарғандай қалаға әп-сәтте жетті. Дәріханаларда дәрі бағасы кәдімгідей шарықтап кеткені Мәрзияның жынына тиді. Іштей, массаған қарапайым халықтың мынадай қымбат дәрілерге қалтасы көтере берер ме екен? Апамның дәрісінің өзі біраз сомаға жетті деп әмиянындағы ақшаны дәріге санап берді. Көршілерінің шаруасы біткенше Мәрзия базарға соғып, құрт, ірімшігін өткізіп, үйге керекті азық-түлігін алды. Көршілердің әдемі әңгімесі одан әрі жалғасып ауылға бет алды. Кенет жол бойынан адамдардың айқай-шуы, машиналардың көптігі көршілерді елең еткізді. Ары қарай жүру мүмкін болмаған соң, Алтынбек көлікті тоқтатып жағдайды бақылады. Үлкен жол апаты болған сынды. Соғысқан көліктердің жағдайы жан түршігерліктей. Мәрзияның сол жақ терезеге көзі шалынып, жансыз қансырап жатқан аруға көзі түсіп, денесі түршігіп кетті. Іштей Кәлимаға тілін келтіріп, ол жаққа қарамауға тырысты. Арада бір сағат өткен соң көліктер ақырын қозғалып, өз жөндеріне кете бастады. Келген жедел жәрдем мен полиция көліктері өз жұмыстарына кірісіп, жиналғандарды кері қайтарып жатты. Сол күнгі оқиғадан кейін Мәрзияның жүрегі шошынып, мазасы кете бастады. Күндіз тіршілігін жасап, түн бата жастығына басы тиіп, көзі ұйқыға кетсе болғаны, жансыз, қансырап жатқан аруды көріп, шошына оянады. Шым-шытырық түстер көріп, ұйқысы қашқан келіншек ас үйге келіп тастай суды, жаман нәрселерді ойламауға тырысады. Бейсенде әйелінің мазасы кетіп ұйықтай алмағанын байқап, Мәрзия не болды? Бәрі жақсы ма? Деп келіншегіне алаңдады. Жай жаман түстер көріп, оның үстіне өткендегі жол бойындағы көлік апатынан аздап шошынып қалғандаймын. Ертең Әтіркүл әжейге барып, дем салдырып қайтамын. Деп келіншегі расымен де дем салдыруды жөн көрді. Әтіркүл әжей ауылдың беделді қариясының бірі. Емшілік қасиеті де бар. Сәрсенбінің сәтінде Мәрзия таң ата емші апаның үйіне келді. Емші апайға келіншек ештеңе айтпастан бұрын, Әтіркүл апай, қатты шошынып қалыпсың. 2-3 күн дем саламын, жүрегіне тым қатты алғансың көрген нәрсені деп Мәрзияға дем салды. Өзі айтпастан бұрын, ішіндегісін тура айтып берген емші апасының әулиелі қасиеті келіншекті қатты таңдандырды. Әтіркүл апаның үйінен шыққан Мәрзия өзін жеңіл сезініп, көңіл хошы да көтеріліп қалды. Емші апай бұрындары тың тұғын. Жалғыз ұлының қазасынан кейін біраз шөгіп, денсаулығы да сыр бере бастаған. Қазір ауыл шетіндегі үйдің бірінде жалғыз өзі тұрады. Анда-санда адам қарап дем салады. Уақытының көп бөлігі далада өтетін сынды. Кейде тау тас аралап небір емдік шөптерді де жинап, пайдасы барларын елдерге береді. Түні тыныш өткен келіншектің ұйқысы да қанып, күндегіден ерте тұрып шаруасына кірісті. 2 күн дем салдырып өзін жеңіл сезінген Мәрзия Әтіркүл әжейдің үйіне барғанша асықты. Әжейге үлкен ақ орамал мен бір қорап тәтті арнай алды. Алғысы ретінде бергісі келеді. Емші апай ақшаны о бастан жақтырмайтын. Демнің соңғы күні болған соң Мәрзия құр қол барғысы келмеді. Ауыл шетіндегі үйге жете бере келіншек кілт тоқтады. Емші апайдың үйі адамға толып қалыпты. Ойында түк жоқ. Мәрзия күн жұма болған соң апа адам көп қабылдап жатқан шығар деп қайта жүрді. Есіктен кіре азалы дауыстар естіліп, біреулер жоқтау айтып жатқан сынды. Таңға жуық емші апай жан тапсырыпты. Мәрзия сенер сенбесін білмей бір орнында қалшиды да қалды.
Аздан соң есін жиып, әлі де сене алмай кері қайтты. Күні кеше ғана емші апасы екеуі жақсы әңгімелесіп, шай ішіп, Мәрзия алғысын айтып үйге кеткен. Ертең түс қайта кел, 3-ші күннің демін салып беремін, содан соң бәрі артта қалады деп еді. Ие жалған, бүгін бар адам ертең жоқ деп Мәрзия ауыр күрсінді. Үйге келген келіншектің ештеңеге зауқы соқпады, қолы байланып тіршілікті де жарытып істемеді. Енесі екеуі емші апаның үйіне көңіл айтып, жақындарымен көрісті. Барлығы емші кісімен соңғы рет қоштасып, жер қойнына тапсырды. Есік алдындағы мәстек күшік иесінің енді қайтып оралмасын сезгендей ұзақ ұлыды. Ауыл шетіндегі үй емші апасыз қаңырап бос қалғандай. Таңмен жарыса оянған Мәрзия басына орамалын тағып, қолына шелегін алып қора жаққа беттеді. Сиырлар өріске ерте кететін болған соң ерте сауып алу Мәрзияның мойнында. Сиырлары да келіншекке әбден үйреніп алған. Аз күнде бейсен 40-қа толады. Құрдастары да күн бұрын күйеуінің қуанышына келеміз деп ескерген. Мәрзия үйді бастан аяқ бір жинап, қонақ күтуге дайындала бастады. Bir күн бұрын қойда сойылып, азық-түліктер де алынды. Мәрзия бәрін өз қолымен жасағанды ұнататындықтан ас мәзіріне керекті заттарын бөлек қойып, оны да реттестірді. Күні бойы демалыстан әрі-бері шапқылаған келіншек кешкі астан соң шаршағанын бірақ сезді. Машинаға кірді, салып, ыдысын жуған соң жастыққа басы бірақ тиді. Үйдің күндегі бітпес тіршілігі күнде айналып келе беретіні кейде Мәрзияны қажытып жібереді. Бірақ келіншек оны сыртқа білдіре бермейді, күпірлік айтып қойса артынша, осы күніме де шүкір деп шүкіршілігін айтады. Қонақ келер маңызды күн болған соң Мәрзия жылдам қимылдап, шаруаның біразын реттестіріп, түске дейін тәттілер мен бауырсақтарында пісіріп алды. Әп сәтте қонақ бөлмедегі үстел үстін жайнатып та жіберді. Қазанға етіп салып, баппен пісіріп алды. Кешке жиналған қонақтардың бәрі де келіп жетті. 40 жасқа жақсы тілектер айтылып, көңілді отырыс басталып та кетті. Бейсеннің құрдастарының біразы өнерлі болған соң, ән айылып, домбыра тартылды. Көңілді отырған қонақтар түннің жарымында қайта бастады. Мәрзия бір міндеттен құтылғандай құлшына дастархан басын жинауға кірісті. Бәрі жым-жырт ұйқыда. Соңғы шаруа ас үйді сыпырып қоқысты төгуге шыққан Мәрзия қора жақтан ағараңдап өткен нәрсені байқап, мынау тағы не? Шаршайын дегем ау деп үйге беттей бергені сол еді, шыңғырған дауыс құлағына анық естілді. Жалт қараған келіншек тағы да ақ киінген түсініксіз нәрсені көзі шалды. Бұл жолы көзіне анық көрінді. Жүрегі тас төбесіне шыққан Мәрзия асыға басып үйге кірді. Расыменде елеспе деген келіншек біраз күн түсіне енбеген жол бойындағы жансыз аруды қайта көріп есі шықты. Тіпті көз алдына бірнеше рет елестеп кетпеген соң, шам жағып шифонер үстіндегі Құран кітапты басына жастап алды. Әр түн сайын көзіне елес көрінген келіншектің мазасы кетіп, жүйкесі де сыр бере бастады. Дені сау, өмірі басы ауырып көрмеген Мәрзияның аяқ астынан түсініксіз күйде жүргені отбасын қатты алаңдатты. Жұма сайын шелпек таратып, тіпті мешітке барған келіншекке ол да көмектеспеді. Көретіні бір ғана елес, өзі жол бойынан көрген жансыз бой жеткен. Мәрзияның көзіне ол тіпті жаны қиналып көмек сұрағандай болады. Мәрзия одан қашқан сайын жас ару көзіне көрінгенін қоймайды. Күндіз аз ғана басы қысып көзі тұманданған Мәрзия шаруаға алданып ол сырқатын ұмытып кеткендей болады. Өзіне денсаулығы сыр берген келіншек дәрігерге де қаралып арнайы тексерулерден де өтті. Дәрігерлер ешқандай кінәрат байқамады. Жасалған қан таңдаулары да оқтай, қан қысымы да бір қалыпты. Түні бойы көзі ілінбей жатқан келіншек өзінің қалай ұйықтап кеткенін білмеді. Тағы да тұманды орман, Мәрзия үйіне барар жолдан адасып, орманға бет ала бергені сол еді, орта жолда жаны қиналған, дауысы ыңырсып келіншекке қолын созған, бейтаныс бой жеткен. Мәрзия шошып оянды, қара терге түсіп жатқанын көріп, тілін кәлимаға келтірді. Жынданып кетпесем болғаны, бұл не сұмдық, қыр соңымнан қалмайтын. Түсімнен шықпайтын сол бір елестеп қинала терін сүртті. Бейсенде жан жақтан жақсы емші, молдаларды іздестіре бастады. Асқынып кетпей келіншегін емдеткісі келеді.
Түн бата ас үйде, жалғыз өзі қаймақ тартып отырған Мәрзия кенет біреудің сақылдап күлгенін анық естіп, жан жағына қарады. Жүрегі тағы да үрейге толы арт жағынан шашын жайған аруақ сынды біреу төніп тұрғандай сезімде болды. Бәрін тастай сала, бөлмесіне келіп, телефонынан сүрелерді қосып есікті тарс жауып қойды. Бейсен де Алматыға автокөлік бөлшектерін алуға таңертең кеткен. Балаларын қорқытып, енесінің де мазасын алғысы келмеген келіншек шамды сөндірмей таңға дейін жағып, өзі де көзін ілмеді. Түнімен ұйқы көрмеген келіншектің басы мең-зең болып төсегінен зорға тұрды. Сиырларын саумастан өріске жіберді. Бейсен түске таман Алматыдан келді, қарындасы да бірге келген екен. Рабиға жеңгесінің жағдайынан хабардар. Бұрын қонақ келсе қабағы жадырап жаны қалмайтын жеңгесінің бұл жолы қабағы қатыңқы, жүзі солғын. Сонда да Мәрзия ас қамына кірісіп қайынсіңілсін қонақ етті. Жолдан келіп демін алып, шай ішіп көңілі жайлаған Бейсен, Мәрзия Рабиға бір үлкен емші кісіні біледі екен. Алматыға сені бір аптаға алып кетіп қаратпақшы, Алла қолдап бәрі жақсы болар. Тек жақсы ниетпен барып келсең болғаны. Күйеуінің бұл жаңалығына елең еткен келіншек расымен де бәрі жақсы болып, өзін мазалап жүрген елестен де құтылардай іштей сенді. Сәрсенбінің сәтінде таң ата Рабиға жеңгесі екеуі жолға шықты. Ертеңіне таңда Мәрзиялар емші кісінің үйіне келіп кезек алды. Адам өте көп сынды. Арада бір сағаттай уақыт өткен соң Мәрзияның кезегі келіп емшіге кірді. Зор денелі, даусы гүрілдеген ер кісі екен. Жас шамасы 60-тан асқан сынды, үстінде шапаны, басында тақиясы, қолында қамшысы бар. Мәрзияның сәлемін алмастан қамшысымен төр жақты нұсқап, анда отыр, деп бұйыра сөйледі. Көзін жұма әлденелерді оқыған емші кісі әлден уақытта оқылған деміңді соңына дейін алмапсың, көзіне көрініп жүрген ару үлкен апаттан қинала жан тапсырған, Құран дәметіп жүр, қыр соңынан қалмай. Жаны тынышталу үшін ауылға барған соң бір қойды арнайы сойып Құран оқытып бата жасаңдар. Маған 3 күн келесің, 3 күн оқып бойындағы қорқынышты аламын деген емші әңгімесін тәмамдады. 3 күн оқылып Мәрзия ауылға қайтты. Келген бойда емші кісінің айтқанын жасап мал сойып, Құран оқытып көршілерін шақырды. Емшінің айтқаны айдай келіп, Мәрзия елестен құтылғандай болды. Ұйқысы да тыныш. Жол үстінде қайтыс болған арудың жаны қиналған соң Құран дәметіп жүргені турасында. Бар қорқыныштан құтылған Мәрзия өмірге екінші рет келгендей жайма шуақ күндеріне оралды.